Бекзат қарапайым отбасында туған ауылдың баласы. Әкесі құрылысшы, анасы мектептің еденін жуады. Екеуі де күн түндемей еңбек етеді. Бірақ Бекзат үшін бұл ұят сияқты көрінетін. Қалада оқитын сыныптастары ата-аналар туралы мақтанышпен айтқанда Бекзат үндемей қалатын. Әке шешесін ешқашан сырт көзге мақтан еткен емес. Бір күні Бекзат қалаға оқуға түсіп, ауылдан кетеді. Қала өмірі оны қатты қызықтырады. Сәнді киім, әлеуметтік желі, жаңа достар. Бірақ бұл өзгеріс оның жүрегінен бір нәрсені алып тастайды. Ата-анаға деген құрмет пен мейірімді. Телефон соғуды сиретіп, ауылға баруды азайтады. Бір күні колледжде тәрбие сағатына имам келіп сөз сөйлейді. Ол қарапайым да шынайы үнмен әңгіме бастайды. Ата-ананың жүрегі Алланың мейірім көлеңкесі. Олар біздің өмірдегі ең алғашқы дұғамыз. Олардың разылығы Раббының разылығына апарар жол. Кім-де-кім ата-анасын ренжітсе, Алланы да ренжітеді. Ал кім оларды құрметтесе, жәннатқа қарай қадам басады дейді имам. Бұл сөздер Бекзаттың жүрегіне сына болып қадалады. Қайтар жолда ол үнсіз отырады. Сол түні үйіне телефон шалады. Тұтқаның ар жағында шаршаған, бірақ сағынышқа тола ананың үні естіледі. Балам, амансың ба? Дауысыңды естіп, жаным жадырап қалды. Бекзат көзіне жас алып, тұңғыш рет, апа, сізді жақсы көрем, мені кешіріңіз дейді. Келесі апта ол ауылға қайтады. Есік алдында әкесі ескі күртешесімен қарсы алады. Анасы күлімдеп жүгіріп шығады. Сол сәтте Бекзат нағыз байлық пен мәртебе ата-ананың батасында екенін ұғынады. Ата-анасының қадірін тірісінде білмеген жан ертең өкінішпен өмір сүреді. Олар ешқашан қайталанбайтын баға жетпес қазына. Имандылық тек мешітке барып намаз оқумен шектелмейді. Ол ата-анаға деген құрметтен басталады. Ата-анаға құрмет жүректегі иманның белгісі.